не жиі сұрайды. Қалай біздің қазақ тарихымызда кім нағыз қазақ халқының батыры деп білеміз деп. Мен ойымша бір күшті маркері бар. Егер осы қазақна Кеңес одағы кезде мақтаған, бағалап, көрметіне көшелер аталып, ескерткіштер орнатылса, бұл қазақна байқау керек. Мен опасыз деп, сатқын деп айта алмаймын, әрбір қазақны қарастыру керек. Ал егер осы қазақ большевиктер Кеңес одағы кезде атып тастаған, осы қазақ туралы тәуелсіздік алғаннан кейін білсек біз. Ал ең мықты қазақ ұлтшылы деп атаған Кеңес одағы кезде бұл қазақ нағыз отансүйгіш, қазақ халқының нағыз батыры деп ойлаймын. Өйткені Кеңес одағы кезде барлық қазақтарға қарсы ұйымдастырылған, барлық қазақтарға қарсы